миллион доллар табу үшін бір апта ғана уақыт бар. Сөз болып отырған жайт іздеген жетер мұратқа деген қанатты сөзді еске түсіреді. Бұл туралы маған мансабын Чикаго өңірінде уағыз айтудан бастаған белгілі ағартушы және уағызшы, қазір о дүниелік болып кеткен марқұм Фрэнк Гонсалес айтып берген еді. Гонсалес университет қабырғасында жүрген уақытында білім саласында болып жатқан кемшіліктерді көре білді және университет басшысы бола қалған жағдайда оларды түзете алатындығына сенді. Сөйтіп білім саласында қалыптасқан қатып қалған заңдылықтарға бағынбай-ақ өз ой-армандарын іске асыру үшін жаңа оқу орнын ашуға бел буады. Бұл жобаны іске жарату үшін оған миллион доллар керек. Бірақ ақшаны қайдан алмақ? Жас уағызшыны қатты алаңдатқан басты мәселе де осы болатын. Бұл туралы ол жатпай тұрмай ойлаумен болды. Қайда бармасын, не істемесін санасын осы ой жаулады. Оның бұл ойға арбалғаны сонша өмірлік мақсатына айналды. Гонсалестің діни сауатымен қатар философиялық білімі де мақсатын нақты түрде құра алатын адамдардың өмірде жолы болғыш келетіндігін түсінуіне көмектесті. Сонымен қатар ол мақсаттың нақтылығы мен сол арқылы қол жеткізетін құдіреттің мақсатты материалдық байлыққа ауыстыруда таптырмас құрал екенін де мойындаған еді. Ол аталған шындықтың барлығын білгенімен миллион долларға қалай қол жеткізетіндігін білмей дал болды. Мұндай жағдайда ең дұрысы ойымның керемет екендігі даусыз, алайда миллион долларсыз мен ештеңе істей алмаймын деп қолды бір-ақ сілтеу болар еді. Адамдардың көпшілігі солай істейді де. Бірақ Гонсалес бастаған ісін орта жолдан тастап кететін жандардың қатарынан емес. Оның айтқан ойлары мен істеген ісі ғибрат аларлықтай. Сол себептен төменде оның өз сөзін айна қатесіз бергенді жөн көрдік. Сенбінің бір жайма-шуақ күнінде жоспарымды іске асыруға көмектесе алатын жолдар мен тәсілдер туралы ойлап отырған едім. 2 жыл бойы тек осы мәселе төңірегінде ғана ой жүгіртіп келсем де, ауыз толтырып айтарлықтай нәтижеге қол жеткізе алмадым. Дегенмен іске көшетін уақыт жеткен сияқты. Мен өзіме қажетті соманы қалай болса да бір аптаның ішінде табуым керек деп алдыма мақсат қойдым. Бірақ қалай? Оған бас қатырып жатпадым. Бастысы қажетті ақшаны көрсетілген уақыт ішінде табу. Осындай ұйғарымға келген уақытта бойымды бір қызық сезім кернеді. Бұрын-соңды мұндай сезімді бастан өткермеген едім. Ішкі даусым маған бұл ой санаңа бұрын неге келмеді екен? Ақша өзіңді қаншама уақыт бойы күтуде дегендей болды. Осыдан кейін шиеленісті оқиғалар бірінің артынан бірі басталып та кетті. Мен газет редакцияларына хабарласып, ертең таңертең миллион долларым болса, мен не істер едім деген тақырыпта уағыз оқитындығымды айттым. Уағыз айтуға ойланбастан-ақ кірісіп кеттім де. Ол тапсырманың айта қоярлықтай қиын болмағандығын айтып өткім келеді. Өйткені мен бұл күнге 2 жыл бойы дайындалдым. Түн ортасынан ауа уағызымды жазып тәмамдадым. Жастыққа басым тиер-тиместен татты ұйқыға кетіп, өзіме разы болғаным соншалық сол миллион долларға қол жеткізгендей күйге ендім. Келесі күні ерте оянып, жуынып шайынған соң дұғамды оқыдым. Сосын тіземді бүгіп дұғамды көмек қолын созып, миллион доллар бере алатын адам естісе екен деп тіледім. Сыйынып отырған кезде ақшам уысымда тұрғандай сезіндім. Менің толқығаным соншалық түні бойы дайындаған мәтінімді алмастан үйден шығып кетіппін. Оны тек уағыз үйіне келіп кафедраға жайғасқан кезде ғана аңдадым. Жазғандарымды барып алып келуге тым кеш еді. Әрі бармағаным да табылған ақыл болды. Санам қажетті ақпаратты аузыма салып отырды. Уағыз бастаған кезде көзімді жұмып, бар жан тәніммен беріле сөйледім. Өзімді аудиторияға сөйлеп тұрғандай емес, Құдайға тілек білдіріп тұрғандай сезіндім.
миллион долларға қол жеткізсем онымен не істейтіндігімді тәптіштеп тұрып баяндап бердім. Жаңа бір оқу орнын ашсам, онда жастар өмірге қажетті дағдыларды ғана игеріп қоймай, сонымен қатар миларын іске қосуды да үйренер еді деген ойымды да жасырмай айттым. Сөзімді аяқтап орныма отырған кезде бір адам үшінші қатарда орналасқан орнынан тұрып, асықпай кафедраға қарай бет алды. Не істемекші екен деп оған таңдана қарап отырдым. Ол кафедраға келіп қолын жайып, құрметтім, сіздің айтқандарыңыз ақылға қонымды. Қолыңызда миллион доллар болса, істеймін деген дүниелеріңізді істей аларыңызға кәміл сенемін. Сізге сенетіндігімнің куәсі ретінде ертең менің кеңсеме келіңіз. Мен сізге миллион доллар беремін. Менің атым Филипп Армор деді. Келесі күні Гонсалес Армор мырзаның кеңсесіне барып, оның уәде еткен миллион долларын алып қайтты. Осы ақшаның көмегімен ол қазір Иллинойс технологиялық институты деген атпен танымал болған Армор атындағы технологиялық институттың іргетасын қалаған еді. Мына жағдайға назар аударыңыз. Ол нақты шешімге келіп, соның негізінде нақты жоспар құрғаннан кейін 36 сағат өтпей-ақ ақшаға қол жеткізді. Гонсалестің миллион долларды арман етіп, соған жетсем деген ойында тұрған керемет дәнеме де жоқ. Одан бұрын да тіпті кейін де Гонсалес сияқты мыңдаған адамның басында мұндай ойдың болғаны анық. Дегенмен есте қалар сол сенбіде оның көмескі ойды нақты іске айналдырып, ақшаны бір аптаның ішінде табамын деген шешімінде үлкен құпия жатқан секілді. Гонсалестің миллион долларға қол жеткізген қағидасы әлі күнге өзектілігін еш жоғалта қойған жоқ. Оны сіз де қолдана аласыз. Жалпыға ортақ бұл заң жалындаған Гонсалестің жағдайындағыдай әлі талай жанды табысқа жеткізеріне күмәнім жоқ. Нақты жоспарыңыз бен мақсатыңыз болсын. Эса Кендлер мен доктор Фрэнк Гонсалес екеуіне ортақ бір қасиет бар екенін байқаған боларсыз. Олар мақсат пен нақты жоспар құдіреті арқылы ойды ақшаға айналдыруға болады деген шындыққа құлай сенді. Егер сіз еңбексүйгіш пен адалдық қана табысқа жеткізеді деп ойлайтындардың қатарынан болсаңыз, аталмыш түсінікті санаңыздан мүлдем шығарып тастаңыз. Ол жалған. Көл-көсір байлыққа қол жеткізген болсаңыз, тек бір ғана еңбексүйгіштігіңіздің арқасында жетпегеніңіз анық. Байлық шынымен қалтаңызға біткен болса, кездейсоқ немесе басқа қонған бақтың арқасында емес, нақты қағидаларды іске асыру негізінде нақты сұранысқа жауап ретінде пайда болады. Жалпақ тілмен айтар болсақ, ойлау дегеніміз санаңызға әсер ету арқылы сізді іс-әрекетке бастайтын ой. Атақты саудагерлер өнім сатылмайтын жерде ойды оп-оңай сатуға болатындығын білді. Қарапайым саудагерлер оны білмейді, сондықтан олар қарапайым қалпында қалып отыр. Бірде арзан бағада сатылатын кітаптарды шығаратын баспа иесі барлық баспагерлерге пайда әкелетін жаңалық ашты. Ол жұрт кітапты ішкі мазмұнына емес, оның атына бола сатып алатынын байқады. Ол бірде сөреде шаң басып жатып қалған кітаптың атын ғана өзгертіп, миллиондаған данамен сата алды. Кітаптың мазмұны титтей де өзгермеді. Баспагер сатылмай тұрған кітаптың мұқабасын жыртып тастап, оның орнына өтімді ат жазылған басқа мұқабаны ауыстырып қояды. Қанша қарапайым көрінгенмен бұл табылған ой еді. Бұл қиялдың жандануы. Ойға төленетін ақшаның тұрақты бағасы жоқ. Ойдың иесі идеясының қанша тұратынын өзі шешеді. Егер ақылды болса, қалаған бағасына сатады. Үлкен табысқа жеткізген идеялар туралы әңгімелердің негізгі түйіні бір. Әңгіме идея авторы мен оны сатып алушы екеуінің бас қосып үйлесімді түрде жұмыс істей бастағаны туралы айтудан басталады. Карнеги маңайына өзінің қолынан келмес нәрсені істей алатын адамдарды жинады. Яғни бұл Карнегидің ұжымдық санасы.
оны іске асырушылар өздері мен өзгелер үшін байлық көзін аша алатын адамдардан құралған топ. Миллиондаған адам өмірінде қандай да бір жақсы өзгеріс орнап қалар деген сенімнің жетегінде күнін күнге жалғайды. Өмірдегі жағымды өзгерістер адамдарға мүмкіндік сыйлар, бірақ тек маңдайға біткен бағына ғана арқа сүйеу құптарлық іс емес. Бақтың мен үшін барлық мүмкіндіктің есігін ашқанын жоққа шығармаймын, алайда менің табысқа жетуіме бақтан бұрын 20 жылдық қажырлы еңбек септігін тигізді. Менің өмірімдегі ең басты оң өзгеріс Эндрю Карнегиді жолықтырып, сонымен ынтымақтаста жұмыс істей бастаған сәтім десем де жаңылыспаған болармын. Карнеги табысқа жету қағидасын жасап, табыс философиясына айналдыру ойын менің санамда қалыптастыра білді. 25 жыл бойы жүргізілген зерттеулер нәтижесінде мыңдаған адам табысқа қол жеткізді. Ал осы философияны ұстанғанның арқасында қаншама адам байлыққа кенелді. Оның бастамасы өте қарапайым болатын. Бұл ой кез келген адамның санасында пайда болуы да мүмкін. Өмірімдегі оң өзгеріске Карнеги мырза әсер еткенімен, бойдағы қайратымды, нақты мақсатқа қол жеткіземін деген асыл арманымды, 25 жыл тынбай еңбек еткенімді әсте атамай өтуге болмайды. Бұл нағыз құштарлық, бұл арманды іске асыруға құлай берілу еді. Карнеги мырза бұл ой туралы алғаш айтқан кезде-ақ аталған идеяның өміршең болуы үшін оны аялап күтіп-баптау керегін түсінген едім. Кейіннен бұл ой өз күшіне толық еніп, мені аялады, алға сүйреді, арманыма қанат бітірді. Идея деген осындай болу тиіс. Сіз алдымен көңіліңізден оған орын бересіз, кейіннен олар алдағы кедергілерді аттап өтіп, сізді алға сүйрейді. Идея дегеніміз көзге көрінбейтін күш, алайда олар өздеріне күш беретін мидан да құдіретті. Олардың өміршеңдігі соншалық, оларды өмірге алып келген ми қайтадан құмға айналған кезде де идея жұмысын жалғастыра береді.